Таулар елінің парадокстары орталық Азияның дәл жүрегінде бір ел бар. Оның аты көп айтылмайды, жаңалыққа сирек шығатынына қарамастан, онда еркіндік байлықтан қымбат, ал дәстүр мемлекеттің заңынан да мықтырақ. Бұл Қырғызстан. Бір қызығы, мұнда табындаған жылқысы бар адам долларлық миллионерден дәулетті саналуы мүмкін. Ал биік мұздықтардың астында алтын жатыр. Ол алтынның құны болашаққа ел. Бүгін біз Қырғызстанды туристік буклеттерде жазылмайтын қырынан көрсетеміз. Шынайы, жасырмай, сән қоспай. Көкке тірелген жер Қырғызстан таулы мемлекет. Территориясының 94% Тянь-Шань таулары. Сондықтан жергілікті халық біздің ел аспанға сүйеніп тұр деп айтатыны бекер емес. Мұхитқа да, теңізге де шығар жол жоқ, бірақ ерекше көл бар, ыстық көл. Сәл тұздылау, жыл 12 ай қатпайды. Ғалымдар оны Азияның екінші өлі теңізі деп атайды. Көлдің түбінде археологтар ежелгі қалалардың ізін табады. Бұрын бұл жақтан жібек жолының керуендері өткен. Астанасы Бішкек. Қызығы, қала аты бір патшаға да, бір идеологияға да байланысты емес. Бішкек қымызды пісетін ағаш құралдың аты. Яғни көшпенді тұрмыстың белгісі елдің саяси орталығына айналған. Алтын мен еркіндік арасындағы таңдау таудың сұлулығы астында ауыр сұрақ жатыр. Тянь-Шань мұздықтарының арасында Кунтыр атты алтын кені бар. Бұл әлемдегі ең биік алтын кен орындарының бірі. Алтын шетелге кетеді, бірақ қазу жұмыстары мұздықтарда жүреді. Ол мұздықтар орталық Азияның тұщы су қоры. Экологтар ескертеді, бүгінгі алтын ертеңгі апат болуы мүмкін. Қырғызстан аймақтағы ең бай ел емес, бірақ ең еркін елдердің бірі. Көрші мемлекеттер ондаған жыл бойы бір лидерге бағынып келсе, қырғыздар 3 рет президентін халықтық толқулармен ауыстырды. Көшпенді рух биліктен қорықпайтынын көрсетті. Бірақ еркіндіктің бағасы бар. Жүздеген мың адам шетелде жұмыс істеуге мәжбүр. Көбі Ресейге кетеді. Сол жіберген ақшамен елдегі отбасылар қысқы жылу мен күнделікті тамағын алады. Манас, көшпенді коды қырғыз халқына тән дүниені түсіну үшін Манас жырын тыңдау жеткілікті. Бұл әлемдегі ең ұзын эпос. Манасшылар оны жазусыз, жатқа, кейде трансқа түсіп айтатын ақындар. Ол тек әдебиет емес, тарих, мораль, заң және халықтың жады. Қазіргі Қырғызстан екі уақыт арасында өмір сүріп жатыр. Бішкекте кафе, стартап, интернет, заманауи жастар. Тау арасындағы ауылдарда көшпенді дәстүр, көптеген өмірлік күшке сену, көз тиюден қорғанатын тұмарлар. Сол айырмашылықтың ең ауыр тұсы әйелдің тағдыры. Ала качу, дәстүр ме, трагедия ма? Қырғыз қоғамында әйел үйдің ұйытқысы саналған. Бірақ кей дәстүр әлі күнге дейін өркениетті әлемді таң қалдырады. Солардың бірі ала качу, немесе қалыңдықты алып қашу. Заң мен тыйым салынғанына қарамастан, жыл сайын мыңдаған қыз осы әдетке тап болады. Көрініс өзгермейді, қызды көлікке отырғызады, жігіттің үйіне әкеледі, ақ орамал, иолук салына. Осы сәттен бастап қоғам бұны тағдыр қабылдады деп есептейді. Қыз кетіп қалса, отбасының абыройы. Содан кейін үлкендер сөйлесіп, қалың мал талқыланады. Бұрын қалың малмен берілген. Жылқы, сиыр, тіпті түйе. Қазір көбіне ақша, ал ауылдық жерлерде мал мен азық-түлік қосылады. Келін сынағы үйлену тойы өткен соң, жас келіннің сынағы басталады. Ауылда жас келін таң атыспай тұрады, аула сыпырады, үлкендерге тағзым етеді. Бұл дәстүр келін шай. Көп жерде келін үлкендерді атымен атамайды, және ер адамдармен бірге отырмайды. Түн, мата және абырой ежелден қыздың абыройы тек оның емес, бүкіл әулеттің абыройы саналатын. Бұны дәлелдеу тәсілі өте дөрекі болған, алғашқы түннен кейін төсек жаймасы көрсетілетін. Кей әңгімелерде тіпті одан да ауыр дәстүр айтылады. Ақ жайманың орнына тесігі бар, ескі легенді дуалға іліп қою. Жаңа леген, мақтаныш.
Тесігі бар, ескісі масқара. Бүгінде мұндайды ресми ешкім қолдамайды, бірақ салттың ізі ауылдарда әлі көрінеді. Турист көретін Қырғызстан, ал шетелдік бұл елге келсе не көреді? Оны көбіне азиялық Швейцария деп атайды. Тек бағасы бірнеше есе арзан. Сказка шатқалы қызыл жартасымен Марсқа ұқсайды. Ыстықкөл қыста қатпайды. Таудағы нағыз киіз үйде түнеу 3000 метр биіктікте интернеттің орнына жұлдызды аспан мен тыныштық береді. Бағалар да әлі де қол жетімді. Хостел $10, жақсы қонақ үй $30-40. Бір порция плов немесе 5 бармақ $3-5. $500 мен бір апта бойы өзін бай адамдай сезінуге болады. Бірақ сервис таулар сияқты шыншыл әрі қатал. Гламурсыз елдің шындығы Қырғызстан әйелдерге аймақта алғаш болып дауыс беру құқығын берген. Тіпті әйел президенті болған. Бірақ тау арасындағы тыныш ауылдарда ғасырлық салт әлі талас тудырады. Бұл еркіндік материалдық байлықтан маңыздырақ. Және өткен шақ әлі архив емес, бүгінгі күн. Мұнда өркениет те, дәстүр де қатар өмір сүреді. Астанасы Бішкекте жастар стартап құрып, кофеханада бас қосады. Ал тау арасындағы ауылдарда әлі күнге дейін көшпенді әдет ғұрыппен жазылмаған заңдар жүр. Қырғызстанның 94% Тянь-Шань таулары. Сол үшін жергілікті халық біздің ел көкке сүйеніп тұр дейді. Елді теңізде, мұхитта жоқ, бірақ бір ғажайып бар, Ыстықкөл. Сәл тұзды, суы қыста қатпай. Ғалымдар оны Азияның екінші өлі теңізі деп атайды. Көлдің түбінде археологтар ежелгі қалалардың ізін тапқан кезінде бұл жақтан жібек жолы өткен. Тау қойнауында әлемдегі ең биік алтын кен орындарының бірі Көңтір жатыр. Қырғыздың алтыны әлемге кетеді, бірақ алтынды иірген мұздықтардың үстінде қазады. Ол мұздықтар бүкіл аймақтың тұщы су көзі. Экологтар бүгінгі пайда ертеңге шығын болуы мүмкін деп ескертеді. Қырғызстан аймақтағы ең бай ел емес, бірақ ең еркін елдердің бірі. Соңғы 20 жылда халық 3 президентті төңкеріс арқылы ауыстырды. Көшпенді рух биліктен қорықпайтынын көрсетті. Бірақ еркіндік өз бағасын сұрайды. Жүздеген мың адам шетелге жұмысқа кетті. Көбі Ресейге. Солар жіберген ақша елдегі отбасыларды асырайды. Қырғыз халқын түсіну үшін бір ғана символ жеткілікті, манас эпосы. Бұл тек әдеби дүние емес. Ол тарих, код, мораль және бірліктің естелігі. Манашы ақындар оны жатқа айтады, кейде трансқа түсіп. Қазіргі заманда цифрлық күнтізбе мен көне дәстүрлер қатар жүріп жатыр. Ал дәстүрдің ең ауыр салмағы әйелдің мойнында. Қырғыз қоғамында әйел үйдің ұйытқысы. Бірақ ала качу деп аталатын даулы әдет әлі кезет, қалыңдықты алып қашу. Заңмен тыйым салынғанымен, қоғамда бұл әлі де күрделі мәселе. Бір кезде қыздың абыройын тексерудің ең дөрекі әдістері болған. Төсек жаймасын көрсету немесе ауыл арасында леген ілу сияқты салттың ізі әлі әңгіме боп айтылады. Бүгінде ресми түрде бұған ешкім мақтанбайды, бірақ салттың көлеңкесі ауылдардан жоғалып кеткен жоқ. Турист үшін Қырғызстан мүлде басқа әлем. Сказка шатқалы Марсқа ұқсайды. Ыстықкөлде қыс ортасында шомылуға болады. Тау арасындағы киіз үйді түнеп аспандағы құс жолын тамашалауға болады. Бағасы да таң қалдырады, қымбат емес, жасандылық жоқ, бәрі шынайы. Қырғызстан гламурсыз ел. Бірақ табиғаты әсерлі, еркіндігі ерекше, ал мәдениет өткенге әлі байланған. Бұл елде болашаққа асыққан жастар да бар, дәстүрді ұстап тұрған ауыл да бар. Сол контраст оны өзгеше етеді. Бір кезде дала тыныш еді. Жай ғана самал жел шөптерді тербетіп, алыс көкжиекте күн баяу көтеріліп тұрған. Сол сәттен бастап әлем өзгеше көрінді. Әр үйдің алдында қазандықтың түтіні көкке көтеріліп, ауыл өмірі тағы бір күнге оянғандай болды. Адам үшін ең маңыздысы асықпай, осы сәттің өзі қандай әсем екенін сезіну. Бәлкім бақыт деген үлкен жетістік емес шығар. Бәлкім ол таңғы шайдың иісінде, қою күрең шайдың дәмінде, бала күлкісінде, немесе ауылдың шаң жолында жатқан шығар. Кейде біз өмірді өте күрделі деп ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде бәрі қарапайым. Бастысы жүректің тыныштығы мен жанның үйлесімі. Уақыт өтеді, жылдар өзгереді,
бірақ адам сезімінің түбі бір. Сол бір қарапайым сәттер өмірдің ең бағалы бөлшегі.